Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге картоптан осындай керемет нан жасайтын боламыз. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Картопымызды тазалап алдық. Бір келдей картоп бар. Енді осыны кәдімгідей біз жаркоя істеген кезінде тураймыз ғой, былай қылып. Осылай етіп, картоптарымыздың бәрін осылай етіп турап салып аламыз. Барлығын осылай тура аламыз. Картопымызға енді суымызды кәдімгідей батып тұратындай қылып су құямыз. Қайнағаннан кейін 20-25 минут пісіріп, жұмсағанша отта пісіріп аламыз. Картопымыз пісіп, суын төгіп алдық. Осындай тысқа салып, осылай езіп, соңына шейін осылай езіп аласыздар. Қылчынкаға езген құсап. 25 минутта пісті. Қазір картоптар өте көп піседі. Хан, не болды жан? Картопымызды езіп алдық. Енді бір шай қасықпен дұрыш саламыз. Сосын мұндай бізде 1 стакан 200 грамм сүтіміз. Осының барлығын жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Енді ұн саламыз. Осы картоп қанша ұн өзіне қабылдайды, сорады, сонша ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде 53-тен өткізіңіздер. Мен кешкі шайға жасап жатырмын, балалар сұрағасын, сосын сіздермен бірге бөлісейін деп жатырмын. Енді ұнды осылай барлығын елеп алыңыздар. Енді бізге шай қасықпен 2 қасық тұз саламыз. Сіздер өздеріңіз енді бақылайсыздар. Енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Қамыр болғанша өте қатты қыл жүрмеңіздер. Нанымызды ашытып болды. Кішкене қолға жабысады, енді ештеңе етпейді. Көтерілгенше жылы жерге бетін жауып орап қоямыз. Жарты сағаттай тұрды. Қамыр осындай болды. Менікі кішкене қамыры жұмсақтау болды. Енді сіздер кішкене қаттырақ қылыңыздар. Ештеңе етпейді негізі. Қазір осыған төгемізді басып жібереміз. Жақсы ашыған негізі. Енді осыны жақсылап тұрып, кішкене қаттырақ қамыр жасап жүрейін, енді өш жерен масқара. Осылай табаға салып алдық. Енді бір 5 минутқа кішкене көтерте тұрамыз. Духовкамыздан алдық. Әдем болып пісіп шықты. Асты, үсті бәрі жұп-жұмсақ. Айнасказ жүгістасы жасайтын болады. Өте керемет, жұп-жұмсақ. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге маман жасаған мұндай тамағын дәм тататын боламыз. Духовкада 30-35 минуттай пісті. Ала ғой, үзіп ала ғой. Көрсетеге шын керемет. Неден жасалғанын білесің бе? Картоп. Қамырға картошка қосылған, бесіне деп. Құрызын жоқ білемін. Жер ғой. Ас болсын. Кәдімгі наннан ерекшелігі бар ма әлі? Бар. Бар ма? Картоптың білмейді. Жұмсағырақ және де картоптың дәмі бар. Астыда піскене, астында көрсетті ме жаным? Астын. Енді бұны огонёкпы, мамасы кеше жапқан огонёк неке. Көрсетейік. Нанды алшан бетіндегісін көрсін көрермендер. Шик емес, әдемі керемет. Ас болсын. Күшті. Дәм өте күшті. Дүкендегі нан сияқты. Бір қолында жасалған деп бар. Дәм күшті өте. Маған әдістер деген ойдамын. Обязательно жасап көріңіздер. Дәм өте күшті болып шықты. Мамаға подписаться етіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.